не болған саған? Ауырып қалдым. Кеше врачқа бардым. Міне, Ya. дәрі-дәрмектің тізімін жазып берді. Vay, ne деген тізім мынау? Не аурусың кі? Андағы дәрілердің тізімі. Мынаның бәрі анализ, мынаның бәрін өту керек. Дүнияның дәрісі ғой мынау. Есептешін аны. Есептешін аны. Қаншама дәрі ғой мынау айналайын. Қазір. Так, болды, есептеп қойдым. Бұл дәрілердің құны Алматы қаласындағы дәріханалардың бағаларымен орта есеппен санағанда 178 мың теңге. Қанша? 178 мың? Өз велосипедтің құны ғой. Қымбат қой дәрі. Ол былай тұрсын. Больницаға жату керек дейді. Дұрыс айтты. Врач айта ма? Иә. Дұрыс айтады. Негізі врачтың айтқан істеген дұрыс. Больницаға жат десе жату керек. Ой, Дәрілерін тегін береді ғой ішіне өздері врачтар. ой, міне, поликлиника направление берді. Көті барлар деген больницаға. 10 күн жатып емделу керек. Көті барлар. Көрсетіпті өзі. Көті барлар деген поликлиника бар ма екен өзі? Так, уже готово. Я папар екен көті барлар деген поликлиника. Қанша екен бір күндегі плата? Бір күніне 52 мың теңге. Бір күнге 52 мың? Иә. Бір велосипедтің құны ғой. Bu әкең аусы күн не болды бұдан бәрі айналайына? Бір күн, 10 күнің 520 мың, плюс дәрі-дәрмек 178 мың. Қанша болды қош? Дәрімен больницаға қоссақ 698 мың. 698 мың? Bu әкең аусы күн не болып кеткен бұл өзі? Соншама дүние. Қанша веліктің құны? Қақаранды көрші. Жоқ, енді мысалға Алматыда бір адам өліп қалса, көмуге қанша шығын кетеді деген көрші. Қарасы көр. Алматыда 240 мың. Ол енді қалада ғой енді городской. Облысты көрсең, облысты былай. Папа, облыста 170 мың. Ауылдар сен, енді ауылдар бар ма? Оларда қанша? Ауылдарда 15 мың теңге дейді. Деген бәле бар. Бізде мысалы ауылда Қызылордада қазғандарға 5 мың теңге бересің болды ғой. Сендерде қанша? Семейде, Өскеменде. Бізде Өскеменде 1,5 берсең болды ғой. Қасып Бір екі бөтелке арақ берсе болды қасып. Болды. Жақсы екен онда. Сен айтпақшы Төркінге бармағалы біраз болды ғой, ауылыңа барып, асықпай, беймарал демалып қайтпайсың ба? Сөйтейін де. Барып демалып қайтпа, асықпа. Барып демалып, жатып, малы, Ойбай шу.